Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен сосиска в тесте жасаудың әр түрлі әдістермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін өткізіп жіберместен қараңыздар, өте қызық болады. Балаларыңызды ерекше қуантуға осы әдістерді қолдансаңыз болады. Сосиска в тесте жасау үшін мен қатпарлы қамырды қолдандым. Бұл кәдімгі дүкеннен сатып алынатын қатпарлы қамыр, қолданда жасасаңыз болады. Осылай қамырды кесіп аламыз да, және де ұзынша етіп оқтаумен жайып аламыз. Бұл ең бірінші әдіс, барлығына белгілі әдіс, қарапайым классикалық түрі деп айтсақ болады. Сосисканы алып, осылай видеодағыдай орап шығатын боламыз. Енді екінші тәсіліне көшеміз. Бұл кішкене қамырды бөліп алатын боламыз, және де оқтаумен жайып аламыз. Сосискамыздың ортасынан екіге бөлеміз. Бір бөлігін алып, қамырдың шет жақтарын кесіп шығатын боламыз. Екі жақ шетінен кесіп шығамыз, және де шаш өрген секілді өріп шығатын боламыз. Дәл осылай видеодағыдай екі шетінен екі жағынан алып отырып, ортасына қарай біріктіріп, шаш өрген секілді біріктіріп шығамыз. Артық қамырды кесіп алып тастаймыз. Міне осылайша сосиска в тесте жасаудың тағы бір өзгеше ерекше әдісі пайда болады. Тағы үшінші әдісі, бұл сосиска в тестені ортасынан екіге бөлеміз, және осындай шпажка, яғни ағаш таяқшаларды қолданамыз, түйрейміз, және пышақтың көмегімен кесіп шығатын боламыз. Яғни спираль тәрізді етіп айналдыра отырып кесіп шығамыз. Жарты бөлігін сосисканы кесіп алғаннан кейін арасын осылай ашып шығатын боламыз. Яғни біз ол сосисканың арасынан қамырды өткізетін боламыз, сондықтан жақсылап ортасын ашып аламыз. Осылай ұзынша етіп турап алған қамырымызды, қатпарлы қамырымызды сосисканың арасынан өткізетін боламыз. Дәл видеодағыдай өткізіп, артық қамырды кесіп алып тастаймыз. Нәтижесінде бізде осындай тағы бір әдемі әдісі пайда болады. Сосиска в тесте жасаудың төртінші әдісі. Қамырымызды төрт бұрышты етіп жайып аламыз, және ортасына бүтін сосискамызды салып, шет жақтарын толықтай жақсылап бекітетін боламыз. Және толық бекітіп болғаннан кейін қамырымызды осылай тікесінен қоямыз, және де пышақпен кесеміз. Бұл жерде ескеретін нәрсе, кескен кезде соңына дейін кесіп тастамаймыз, яғни қамыр бөлініп қалмауы қажет. Дәл осылай барлығын турап шығамыз, сосисканың соңына дейін жеткіземіз, бірақ қамырды толықтай кесіп тастамаймыз. Осылайша сосиска біткенге дейін кесіп шығатын боламыз. Осылай кесіп алғаннан кейін екі жақ бетке кезек-кезек сосиска тестені қамырымен қоса
жатқызып отырамыз. Яғни дәл видеодағыдай бір жағынан оңға, бір жағынан солға деген секілді X-образный етіп, X секілді етіп, осылай екі жақ бетке толықтай жатқызып шығамыз. Артық қамырды әдеттегідей кесіп тастаймыз. Бесінші тәсіл, қамырымызды, яғни қатпарлы қамырымызды осылай төрт бұрышты етіп жайып аламыз. Егер де жайылған кезде төрт бұрышты формасы шықпаса, пышақпен кесіп формасын жасап алсаңыздар болады. Және де сосисканы осылай дәл видеодағыдай ұзынша етіп турап алатын боламыз. Бірнеше бөліктерге бөлеміз. Енді қамырымызға жасауға кірісеміз. Осындай бір үстіңгі жақтан бөлік алып қаламыз да, төменге қарай ұзыншалап, жіңішкелеп қамырды кесіп шығамыз. Кесіп шыққан қамырларымыздың арасын ашып отырамыз. Біреуін қалдырамыз, екіншісін ашамыз. Біреуін қалдырамыз және екіншісін ашамыз. Қамырымызды осылай дайындап алғаннан кейін ортасына сосискамызды саламыз және ашылған қамыр бөлігін қайтадан жабатын боламыз. Енді осылай толықтай сосисканы жауып шыққаннан кейін артық қамырларымызды кесіп тастаймыз. Ол бізге қажет емес, яғни сосисканың көлемі ұзындығы бойынша жасайтын боламыз және қайтадан қамырымызды ашып, сосисканы салып, қайтадан жауып шығамыз. Барлығын дәл осы реттілікпен қайталаймыз. Дәл осылай барлығын жасап шыққаннан кейін артық қамырды бірдейлестіріп кесіп тастаймыз және де шет жақ бөлігінде өте үлкен қамыр болғандықтан ол жақ беттегі қамырдың бөлігін кесіп алып, келесі жақ бетіне жабыстырамыз. Сол кезде бізде бір келкі осындай әдемі формадағы сосиска в тесте шығатын болады. Барлығын формамызға салып, үстіне жұмыртқаны жағып шығатын боламыз. Қызарып, әдемі болып пісіп шығу үшін осылай толықтай жағып шығамыз. Алдын ала пешті қыздырып қоямыз. Алдын ала қызған 200 градус пеште 35 минуттай пісіреміз. Қызарғанша пісіріп алатын боламыз.
Міне біздің сосиска в тесте әртүрлі әдіспен жасалған дайын болды. Өте дәмді болып шығады, әдемі көрінеді. Дәл осы әдістерді қолдана отырып жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойлаймын. Сіздермен болған Кәмшат, қош сау болыңыздар.